Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етсіз өте дәмді котлет дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін ұнайды деген ойдамын. Ол үшін бізге піскен күріш, бір пияз, бір сәбіз және де піскен картошка қажет. Картошканы алдын ала осылай пісіріп дайындап аламыз. Піскен картошканы қолмен осылай езіп шығатын боламыз. Арасында түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап езіп аламыз. Күрішті де алдын ала пісіріп аламыз. Енді піскен күрішті салып, екеуін бірге араластыратын боламыз. Етсіз болса да бұл котлет өте дәмді, керемет болып шығады, және де балалар сүйсініп жейтін болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Енді пиязды осылай майдалап турап аламыз. Сәбізді майда тюрканың көзінен өткізіп алатын боламыз. Енді табамызды отқа қойып, аз ғана май құйып, сұйық май құямыз. Үстіне пиязды салып қуырамыз. Енді осы қуырылған пияздың үстіне үкіштен өткізілген сәбізді салып қуыратын боламыз. Екеуін бірге жақсылап араластырамыз. Енді піскен сәбіз бен пиязды картоп пен күріштің үстіне саламыз да төртеуін бірге араластырып шығамыз. Бұны да жақсылап бір келке етіп араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де қызыл бұрыш саламыз. Аздап қара бұрыш саламыз. Енді барлығын жақсылап бір келке етіп араластырып алатын боламыз. Енді араластырып болған қоспаны котлет формасына келтіріп дайындап аламыз алдын ала. Міне осылай. Дайындалуы өте оңай және жегенге асқазанға жеңіл болады. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Міне котлеттері дайын болды. Енді тапаны отқа қойып, аз ғана сұйық май құйып шығамыз. Енді қызып тұрған майдың үстіне котлеттерді салып қуырып алатын боламыз. Bir бетін қызартып аламыз. Енді келесі бетіне аударып, келесі бетінде қызартып алатын боламыз, екінші бетін. Міне котлеттер дайын болды. Барлық котлетті осылай пісіріп аламыз. Котлеттеріміз дайын болды, өте ерекше дәмді болып шықты. Соуспен жесеңіздер болады, ас болсын.